Сәлем достар, бүгін сіздермен жареный сомен жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бізге қара кесек етіміз қажет. Етімізді дәл осылай мен сияқты ұзынша жіңішке етіп турайтын боламыз. Осылай барлық етімізді турап шығамыз. Одан кейін пекинский капустамызды алып, осылай ортасында қатты жерін аламыз да, шетіндегі жұмсақ жерін алып тастаймыз. Өстіп төртбұрышты етіп барлығын турап шығамыз. Одан кейін қызыл болгар перцімізді де дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін пиязымызды тураймыз. Пиязымызды осылай ортасынан төртке бөлеміз да, орталарын ашып шығамыз. Чесногымызды турап дайындап аламыз. Енді қызып тұрған табағымызға сұйық майымызды құйып, етімізді саламыз. Етімізге турап алған чесногымызды салып, араластырып, бірақ саласыздар. Сол кезде еттің дәмі кіретін болады. Осылай жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Достар, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп лайк басып, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Етімізді қуырып алғаннан кейін үстіне пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Содан кейін үстіне томат пастасын саламыз, және де соевый соус қосамыз. Паприка, лагман приправасын және де универсальный приправа, қызыл бұрыш дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жұмсарғанша қуырып алдық, енді үстіне болгар перцімізді салып, оны да қуырамыз. Етімізді қуырып бастаған кезде қатты отта қуырып алғаннан кейін суы шыққан кезде кішкене бетін жауып, жарты сағат бөктіріп пісіріп аласыздар. Одан кейін ғана пиязын салып, ары қарай пісіре бересіздер. Содан кейін пекинский капустамызды салып, жақсылап қызып тұрған отымызда қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып, бір бөктіріп аласыздар. Одан кейін дайын болады. Осылай жареный сомендарыңыз дайын болып қалған кезде ең үстінен сельдерені қосып, бір араластырып аламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болып шығады. Енді қамырымызды қуырып алатын боламыз. Табамызды қатты отқа қойып, үстінен сұйық май және соевый соусымызды құйып аламыз. Одан кейін қамырымызды осылай майдалап турап аламыз. Сөйтіп табамызға салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Сонымен қатар кішкене қызару үшін томат пастасын қосып, бір араластырып қуырып аласыздар. Осылай қызып тұрған отымызда 15 минуттай қуырамыз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Міне біздің жареный соменіміз дайын болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, маған тіркеліп алыңыздар.